Егер сенің ары қарай дамуыңа, жолыңа басқа адамдар әсер беріп жатса, сен бала шағаңды тастап ажыраса сал. Қарапайым халыққа буддизмнің табыну әдістерін үйретті. Сіз өтіп жатқан осы семинар, курстар, осылардың уағыздан айырмашылығы бар ма? Енді молдалар сол уағызында сөйтіп ұйымдастыратын болған ба? Енді сонда уағызда осындай форматқа көшіп кетті ма? Неге курс ақылы? Сен біздің қазақтың ана тілін неге ақшамен үйретесің? Сен айлық алма, сен тегін үйретсейші. Стресстен адам өліп кетуі мүмкін бе? Хронический стресске ұшыраса, ол адам бұл өмірде ағаш сияқты өмір сүреді. Яғни тірі жүрген өсімдікті осы стресстің себебінен адам жаңа адаптация, жаңа нейрондар қызметі ашылады. Ол миға өте пайдалы екен стресс. Соны адам дұрыс жасамаса, міндетті түрде стресске түседі. Ұстаз ақкөңіл екенсіз, бәрін айтып қояды екенсіз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бүгін бізде ерекше подкаст. Подкастымыздың тақырыбы стресс проблема емес. Бізде арнайы қонақта елімізге танымал ұстазымыз, теолог, қазіргі таңда өзінің психология саласында танылып жүр ұстазымыз Арман Қуанышбаев келіп тұр. Осы көрермендердің көкейінде жүрген біраз сауалдар бар. Жаңа соны Әділет екеуміз біразын түртіп алған болатынбыз. Қазір осыларды қойсақ, сізден сол елге бір тұшымды жауап алсақ деген ниетіміз бар. Қош келіпсіз, ұстаз. Қош болдық. Ұстаз, жалпы көптеген сұрақтар келді. Соның ішінде ең жиі қойылатыны психологияға келуге не түрткі болды? Енді бұл мәселені бір-екі жерде жауабын бердік. Әйтсе де тағы да айтып кететін орын шығар. Енді бірнеше уақыттан бері осы уағыз айтып, ел аралап, шама жеткенше Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы таманынан республикалық ақпарат насихат тобында жұмыс жасаймын, әлі де жасаймын. Сол уағыз айтып жүріп, байқағаным, біріншіден осы негізі 60-шы жылдары шетелдерде бұл психология, заманауи қазіргі психология кіріп кеткен, ал бізге енді кіріп жатқан кез еді. Осыдан бір 7 жыл бұрынғы әңгіме ғой бұл негізі. Содан бермен қарай бұл тақырып мен өзім қызыға бастадым. Оған себеп болған бірнеше нүктелер бар. Бірінші нүкте, бұл тақырыпта біздің осы бірде-бір дін маманы қолға алып, жұртқа жайып жүргенін көрмедім. Мен қазақтың даласын айтып жатырмын. Екіншіден, тіпті осы психологиямен айналысып жүрген азаматтардың көпшілігі, енді қазақ тілдері аз, көпшілігі өзге тілде еді, орыс тілді және басқа тілдер келіп жатты. Соның ішіне кіріп көрсем, көбінесе бұлар ұсынып атқан дүние біріншіден батыстың мәдениеті. Мысал айтайық, батыстың мәдениеті дегеніміз бізге кереғар тұстары да бар да оны. Ол енді біз жақсылығын алып, жамандығын тастауымыз керек емес пе бұл? Солардың біреуі, мысалы әйел кісілерге, егер сенің ары қарай дамуыңа, жолыңа басқа адамдар әсер беріп жатса, сен бала шағаңды тастап ажыраса сал, жанұяңды тастай сал, балаңды да, күйеуіңді де таста да, сен өзің жеке тұр деген. Шынымен осыны ұсынып атқан кейбір адамдар да болды, осыны істеп жатқан азаматтарымыз да болды. Кейіншелік. Мен бірақ осыны басында байқап, мен таң қалдым. Екінші мәселе, бұл тек батыстың үлгісі, солардың дәстүрі ғана емес, бізге келіп жатқан. Өзге діндер келіп жатты. Сол кезде менде тағы да екінші рет қызғаныш пайда болды. Қызғаныш деген жақсы мағынада айтып жатырмын. Өйткені біздің қазақи құндылығымыз жоғалатын сияқты болды. Сол кезде бір жаһандану деген нәрсені, ол кезде президентіміз Назарбаев еді, соны қолдап атқан. Жұрттар біреуі түсініп, біреуі түсінбей атқан заман. Жаһандану дегеніміз бұл сонда бүкіл әлемге барып өзіміз кіріп кету ма, жоқ болып кету ма деген сияқты сөздер болды. Міне сол кезде де шынымен ақ, егер мынау батыс әлемі бізге кіріп келсе, біз оларға өзіміздің реңімізді, дәмімізді көрсете алмай қаламыз ба, мына түрімізбен. Деп осымен айналысуды жөн көрдім. Соның жанында міндетті түрде біздің
асыл дініміз, ата бабамыздан мирас болып қалған дінімізді дұрыс ұстануда әлбетте бір ой келді. Себебі көп қазіргі заманауи психология бұрын негізі сондай тұстары болатын, діннен бөлек сияқты болатын. Ал заманауи қазіргі психология эзотериканы жоққа шығармайды. Эзотерика деген яғни тылсым әлемді, тылсым әлем туралы пікірлерді, тылсым әлемді қолдануды адам өміріне ешқандай да ерсі көрмейді, және оны ғылыми тіпті деректер деп қолданып жатыр. Соның әсерінен әсіресе мына буддизмнің істері бізге көп келе бастайтын. Себебі мысалы медитация, аффирмация, визуализация деген дүниелердің көпшілігі былай қарағанда психологиялық термин болғанменен оны орындалу әдістері өзге діндерден алынатын болатын. Тіпті мысалы медитация. Жұрттарға медитация дегенді олар жаңағыдегі бірінші үндемей отырып, сен таза ауадасың, сен ондайсың, әдемі музыка қойып қой дегенді түсіндіріп жатса, ақыры медитацияның жоғарғы дәрежесі бұл дыбыстар. Сол дыбыстар адамға белгілі бір толқындарда әсер етеді. Ол адамның ми толқындарда альфа, бета деген толқындар бар. Сол толқындарға ерекше әсер етеді. Сол альфа, бета толқындар, мысалы альфа толқын көп емес, бета толқынға қатты әсер берсең ғана адамның ішкі жан түйсігіне шейін әсер береді деген әсерменен қарапайым халыққа буддизмнің табыну әдістерін үйретті. Иә, яғни солардың ұстанып отырған медитациясы, солардың алып келіп жатқан буддизмдегі йоганың неше түрлі сан түрлі дәрістері, сондайлар кіре бастады. Бұл осыдан айтып отырмын ғой, 5-6 жыл бұрынғы, тіпті 7 жыл бұрынғы сөздер. Міне осы кездегі бірнеше жыл бойы зерттеп, мен өзіме бір нәрсе түйдім. Мынау уағыз айтып жатқан, енді келіп жатқан, сол кезде оқуды бітіріп келіп жатқан азаматтарымыздың легін көрдім, байқадым да, шүкір Аллаға, мен қазір көп тақырыпты қозғадым, және де алдағы келе жатқан тақырыпты да осымен бірге қозғай беремін. Бірақ мен бағытымды өзгертіп, халыққа мына ақсап тұратын тұсты да көтеруім керек екен деп түсініп, осы психология көңіл бөлуіме тура келді. Қорытып айтсам, психологияға деген ден бөлуімнің бірінші орында біздің қазақи дәміміз, ислами дәстүріміз жоғалып кетеді. Ол туралы біздің қазақ психологияда айтқан бай әлемі қолданбай қалады ау. Біздің асыл дініміздің, пайғамбарымыздың, осы қазақтың даласында жатқан мың сан әулиелердің бізге үйреткен жолдары жоғалып кетеді ау деген бір қорқынышпен. Иә, бір қандай да бір сезімменен осы психологияны қолға алдым. Машалла, өте дұрыс ұстаз. Тағы бір өзекті сұрақтардың бірі, сіз өтіп жатқан осы семинар, курстар, осылардың уағыздан айырмашылығы бар ма? Иә, есіңізде болса, бірнеше семинар жүргізіп көрдік қой, Сәке. Сол семинарларда бұл сұрақ қайта-қайта қойылатын ше. Себебі мені жұрттар уағызшы деп таниды. Осы дін уағызшы деп таниды. Сөйтеді де, мен семинар ұйымдастырып жатырмын десем, енді молдалар сол уағызында сөйтіп ұйымдастыратын болған ба, енді сонда уағызда осындай форматқа көшіп кетті ма деп сөйтіп түсінетін. Немесе олар енді бір жаман пікірде болса, тіпті жақсы пікірдің өзін алайықшы. Мені естіп жүрген біраз жамағат осы семинарларға уағыз естуге келетін. Бірден сөйтіп ойлайды да. Иә, бұл семинар деген не екен түсінбейді халық. Келеді да, уағыз естуге келеді. Тіпті басында семинарымызда бірнеше жамағаттың, бір мешіттің жамағаттары алдымызда отырды ғой. Ана жұма намаздағыдай бірнеше мешіттің жамағаты отырып, қамат қашан түседі деп па? Иә, сондай мағынада жаңағыдегі кіріп, менен бір енді Құран аяттары мен хадистер күтіп отырды. Бірақ осы семинар тіпті мынау алдымызда өтпекші болып тұрған стресс проблема емес деген курс, бұл діни ешқандай да бір шақырту, діни уағыз насихат қолданбайды. Мүлде.
бірақ діни дәлелдер, діни деректер ғана қолданамын. Ол дерек ретінде ғана. Өйткені біздің асыл дәстүріміз, қазақилығымыз соған тікелей байланысты болған үшін, және түсінігі жеңілдеу болғандығы үшін, сол дін мәселелерін қолданам. Бірақ ол қолданудағы мақсат бұл дінді насихаттау, немесе соны бір уағыз қылып шақыру емес. Сол үшін айтатыным, семинар болсын, курс болсын, егер бұл психологиялық семинарлар, психологиялық курс десем, қазір бірнеше семинарларымыз өтті, соға қатысқан адамдар да куә. Осы мүмкін видеоның астына жазар ол кісілерде қатысқандар. Бұл жерде діни мәселелерді айтқаным менен тек қана түсіндірме мағынасында ғана қолданамын, яғни информация дейді ғой, тек қана информация ретінде қолданамын да, жалпы осы заман психологиясына сай, курстың алған бағытына сай ғана әңгіме жүреді. Сондықтан біздің мына курсымызды да ескертіп кетсек болатын шығар, ешқандай діни уағыз болмайды. Бұл жерде діни уағыз, дінге деген бір шақырту болмайды. Стресс проблема емес деген тақырыптың өзі де айтып тұрған шығар, бұл жерде ешқандай діни формат жоқ. Бірақ стресстің психологияның діндегі орны болады, иә? Тіпті біз кезінде Сәкен екеуміз сөйтіп келіскен едік, біздің курсымызға еркек те әйел де қатысады, тіпті сөйтіп сұрайтындар да болды ғой. Бір әйел кісілер айтады, әйел де қатысса бола ма деп сұрайтын. Еркек те әйел де біз жасқа қарамаймыз, және де біз сөйтіп келіскенбіз, дінге де қарамаймыз. Қандай дін өкілі болса да қатысса болады. Есігіміз ашық. Өйткені біз бұл жерде бір арнайы бір діни бағытты көздемейміз. Көздейтініміз сапалы өмір. Адам осы өмірін сапалы қылып өткізсе екен. Бірақ ненің аясында? Біздің осы қазақи реңіміз бен қазақи дәміміздің аясында. Сол үшін осы өтіп жатқан семинарларымыз, менің өтіп жатқан семинарларым, курстарым дінге информациялық бағытта ғана бағытталған, яғни діни мәліметтер ғана алынады, бірақ жалпы болған ешқандай дінге қатысы жоқ дүниелер. Жалпы көптеген адамдарының курсқа деген әлде бізде Қазақстанда былай айтқанда көзқарас сәл дамымаған. Сол енді көп адамдардың сұрап жатқаны, неге курс ақылы? Неге жаңағыдай уағызды сатасыңдар деген сияқты кейбір адамдар түсінбей сондай комментарий жазуда. Сол мәселеге қалай жауап бересіз? Неге ақылы деген сұрақ шынымен жаны бар сұрақ. Өйткені бізге сол сұрақтардың ішінде басында осы курсымыз бастаған кезде де, семинарларымыз бастаған кезде де сол сұрақ қойылатын, уағызда сатыла ма деп. Соларға жауап беретінбіз. Уағыз бізде діни уағыз сатылмайды. Ешқандай да. Ол тегін. Интернетте де тұр. Мен әр аптаның сенбі күні осы Кентауда болсам, ақшам уақытында сол Балаби мешітінде уағыз жасаймын. Ол тегін, есігіміз әрдайым ашық, және тікелей эфирден болады. Ол менің өзім Арман ұстаз парақшасында тұрады эфирлерім. Әр аптада тұрады. Ал бұл курс, семинар ақылы. Неге ақылы десе, қарапайым нәрсе. Мысалы айтайық, бір адам университет бітірсе, бір белгілі бір мамандықта. Қарапайым тілде, қазақ тілі мамандығын бітірді. Мектепке барып тегін жұмыс істемейтін шығар ол кісі. Қазақ тілін, әдебиетті үйреткеніне ол кісі тегін жұмыс істемейтін шығар. Бірақ оған айтуымызға болар еді, сен біздің қазақтың ана тілін неге ақшамен үйретесің? Сен айлық алма, сен тегін үйретсейші деп неге үйтеміз да, мысалы. Қазір енді көп мектептер ақысыз болғанменен өкімет оның ақысын төлейді. Ал енді ақылы мектептер де бар ғой. Қазір мысалы жұрттың жағдайы бар, азаматтарымыз көпшілігі қазір ақылы мектептерге береді балаларын. Бірақ оларға ешкім сұрамайды ғой, мысалы, сен неге ана жақта тегін мектеп тұр, неге сен андай ақылысын төлеп жатсың десе, ол да жақсырақ деуі мүмкін, басқа деуі. Бірақ ақысы адамның қызметіне үшін төленеді. Дәл сол сияқты бұл психологияны мен қанша жылдар бұны оқыдым, әлі де оқып жүрмін. Оған қанша қаражаттар құйдым. Бұл кәдімгі мамандандым. Бұны дінменен де, заманауи психолог мамандармен де солардан сабақ алып
түсіндіріп солардан емтихандарынан өтіп жатырмын. Сондықтан мен бұны халыққа қызмет ретінде қолданамын, және сол қызметімнің ақысын сұрауыма әбден болады. Өйткені етікші жұрттың етігін жамап берген кезінде ақысын алады, сағатшы шаштараз қарапайым біреудің шашын қайырып бергенге ақысын алады. Дәл сол сияқты әр нәрсенің құны бар дейсіз ғой. Мектепте де мұғалімдер әрбір сағатына жаңағыдай қосылады ғой, айлығы қосылады. Мысалы, кімнің сағаты көп, сол сағатқа таласады. Мысалы, мұғалімдер сол жаңа көбірек уақыт сабақ берген соң оның айлығы да үлкен болады да. Сол сияқты әр нәрсенің өзінің құны бар. И тағы бір қосымша нәрсе, мысалы, адам бір істің ақысын төлесе бірнеше мағынаны береді. Біріншіден, ол шынайы қызыққан адам ғана келеді ол жерге. Екіншіден, ол сабақты адам сатып алғаннан кейін сол сабақтың тапсырмаларын да орындайды, соны мұқият қарайды. Құнын біледі. Иә, құнын біледі. Оған керек адам ғана келеді. Ал енді егер біз бұны тегін қылатындай жағдай болатын болса, енді мысалы қазір мынау студияға келудің өзі ақылы. Бұны әрбір видеомыз түсіріп жатырмыз, бұның қызметі де ақылы. Мысалы, бір былай қарағанда онлайн деген аты болмаса, біз арнайы сайт ашып жатырмыз, арнайы өңдетіп жатырмыз. Оған адам жалдап, тіпті біраз команда жинады. Ол команданың өзінің әрқайсының айлығы бар. Арнайы локациялар. Иә, мысалы, оның барлығы бәрібір қаражат. Ол қаражат ауадан келмейді ғой. Екіншіден, ол қаражат былай жаратылғаннан бөлек, келуші адамға қызықты болсын. Шынымен ақ бұл тақырып қызықты ма деген адам ғана алушы болсын. Яғни шеттен келген бір адам келіп отырып, не деп жатыр бұл жерде деп сөз шығармастан тек қызыққан адам келіп, қызыққан тақырыбын алып, және соған мотивация ретінде болсын деген бірнеше мақсаттарды ішіне қамтиды. Енді осы жерде сұрақ туады ғой. Мақұл, ел қызықсын десе, онда неге бағасын арзан қоймайды деген сұрақ шығады ғой. Оларға не деп жауап бересіз? Міндетті түрде ол сұрақ қойылады. Онда неге арзан қоймайсыңдар, оны ойласыңдар, сендер явно пайда табу үшін жүрсіңдер ғой деген сияқты небір адамдар шығады ғой. Жоқ, пайда табу дегенде жоғарыда айттық қой, адам өзінің қызметін өзі бағалау керек. Соларға просто нақты жауап берсеңіз дегенім ғой. Не үшін ол баға онша тұрады, неге қымбат тұрады? Оның не себебі? Соны нақтырақ ашып берсек. Бірінші себеп бұл діни мәліметтер емес. Діни, рухани нәрсе бұл тегін беріледі. Ешқандай проблема жоқ. Бұл жерде, яғни қайырымдылық емес. Бұл психология болғаннан кейін адамның өміріне маңызды дүние қамтылады. Ол жерден адам білім алып, өмірінің пайдасын көру үшін келеді. Сондықтан нақты пайда бізден беріледі. Ол анық трансформациялық, яғни анық өмірінде өзгеріс тапқаннан кейін табады да, сол тапқаны үшін де ол ақысын алады. Өйткені біз бірнеше семинар жасадық. Сол семинарлардың көпшілігінде біз халықтан сұрадық та. Осы семинарларға қатыстыңыздар, сіздер не дейсіздер дегенде, иә, соған арзиды, тіпті бұдан да көп деп. Себебі бұның ақысын қойылуға бірнеше себептер бар. Біріншіден, біз бұған жұмсап жатқан қаражатымыз да бар. Өте үлкен. Иә, әжептәуір қаражаттар. Одан бөлек мен бұл білімді алу үшін де менің миллиондар жұмсадым десем жалғаншы болмаймын. Яғни әшейін мыңдар емес, кәдімгі миллиондарға сатып алған кездерім болды. Сондықтан осындай құн төленген дүние, мен бұны арзан бергім де келмейтіндігі, ақысын түсінген адам ғана алсын деймін. Ал енді шындап келгенде бұл менің қазіргі мынау семинарға, курсқа қойып атқан бағам, мен үйтіп сатып алған баға емес. Мысалы айтайын, мен кейбір курстарымды, ең арзан курсымды 280 мыңға сатып алған шығармын. Осыдан 5 жыл, 6 жыл бұрын тағы. Ол қандай ақша еді ол кезде? 281 курстарды өзі әшейін. Мысалы, бірнеше сағаттық курстардың өзін. 1,5 миллион төлеген курстарым да бар. Мысалы да, одан бөлек де, яғни түрлі, ол мен өте қысқа уақыттағы мерзімдегі курстарды айтып жатырмын. Бұдан бірнеше уақыт, мысалы дейік, 1 жылда оқып жатқан курстарым да бар. Сол үшін айтатыным, бұған баға ауадан келген жоқ, мамандармен келісіледі, ортадан, яғни дәл осы информациялық бизнеста жүрген мамандармен келісіп отырып қойылған баға бұл. Жалпы енді ұстаз, мен оны қойып жатқаным енді
көрермендерге түсінікті болсын деп жатырмын. Енді басынан сіз осы психологияға келгеніңізден қасыңызда көріп біліп жүрмін ғой, мен жалпы оны білем, бірақ енді халық не үшін ондай баға шығып жатқанын ашық өзіңіз түсіндіріп кетсе деген ниетте қойып отырмын. Қазір ұстаз бізге осы курсты 2 рет онлайн, 1 рет офлайн форматта өткіздік, осы стресс проблема емес тақырыбын. Қазір енді көпшілік адамдар маған жазып, жалпы сұрап жатыр. Алдыңғы өткен курстан бұның айырмашылығы бар ма, әлде дәл сол қайталана ма деген сұрақтар келіп жатыр. Осыған бір нақтылап жауап берсеңіз. Біз стресс проблема емес тақырыбын бұдан бұрын 2 рет өттік. Бірінші онлайн, екінші офлайн. Сол тақырыпты өткеннің өзінде де екеуінің арасында өзгеріс болды, негізі. Ал бірақ енді жалпы ол кезде алған бағыт бір еді. Мен басында да өткенде бір видеода да әдейі айтып кеттім. Ол семинар. Мынау қазіргі біздің ұсынып отқанымыз елге бұл курс. Семинар бірнеше сағаттар болады. Және де бар жоқ 3 сағатта өтіп кетті, зуылдап. 3 күн өтті. Әр күні бар жоқ 1 сағат, 1,5 сағат уақыт алды. Ал мына курсымыз 4 модульден тұрады. Әр модульде бірнеше сабақтан жалпы қамтығаны 20-20-ның үстінде сабақ болады. Яғни кеңейтілген, нақты айтылған, оның ішінде шынымен анау студияда отырып түсіргенімізден кейін бұл сабақтарымыз әсем боялған, өңделген, сіздің көзіңізде тоятын, дыбысы да нақты болатын, құлағыңызда тоятын, нақты жаңағыдегі арасында видео материалдар қосылатын дүние. Сондықтан бұл біріншіден жасалу жолы да, орындалу әдісі де әлде қайда мамандандырылған, яғни профессионально. Екіншіден кең. Үшіншіден мен өткендегі қозғаған тақырыптардың бірнеше ғана жұрнағы бар шығар. Шындап келгенде бір енді 10% бар шығар. Соның ішінде да. Ал енді 90%, 80% оның өзгерген. Өйткені жаңа мәліметтер, жаңа нәрселер қосылып отыр. Жаңа деңгей. Сол үшін бұны өткені курс қылып ұсынып жатқаннан кейін, халыққа бұл видео ретінде сақталып тұрғаннан кейін бұл әсем болсын деп барынша кеңірек алуға әрекет жасады. Қазақстанның түкпір-түкпірінен кез келген адам қатысуына өте оңай болады да. Ұстаз, жаңа айттыңыз ғой, 5 жыл бұрын 280 теңге курсқа қатыстым деп, сол жерден бәріне қызық болып отқан сияқты. Ең арзаны сондай болса, ең қымбаты қанша болды сонда қатысқан курстарыңыздың? Білмедім, 10-15 миллионға шейін болған шығар. Ол офлайн барып оқыдыңыз, сондай кездерде болды. Жалпы бәріне қызық сұрақ сияқты. Енді курс тегін берілетін болса, конечно, анау фонда тұрған кітаптар сияқты жай ғана фонға сондай нәрсеге қолданады, оның авторы қанша еңбектеніп оны жазғаны барлығы жалпы еңбек далада қалады. Енді ұстаз, мынандай бір өте қызық сұрақ келді. Жалпы стресстен адам өліп кетуі мүмкін бе? Өліп қалады деп айтайын ба? Негізі бар ғой. Шынымен стресс адамның денсаулығын бұзғандығы сонша, ол біріншіден жай өлімге алып баратын ауруларға душар қылады. Тіпті керек болса қант диабеті, гипертония, яғни давленияның қан қысымының көтерілуі. Ал енді одан да жоғары айтсақ, тіпті рак дейміз ғой, обыр кеселдігіне де шалдығатындай дәрежесі болады. Стресстің өйткені хронический стресс адамды сондай тіпті обыр дәрежесіне дейін алып барады. Ал ол енді жалпы денсаулықтың соншалық сыр беруі болса, адамның өмірінде бұзып тастайды. Одан бөлек расында да сол стресстің себебіне адамдар өз-өзіне қол да салады. Сондықтан яғни стресс өлтіру адамды мүмкін ба десе, егер оны дұрыс қолға алмаса, егер оны адам игеруді үйренбесе,
расында да бұл адамның өмірін қиятындай дәрежеге алып барады. Өйткені ше, стресс деген сөздің мағынасы да өзі енді былай алып келсек, ғылыми түрде адамның басына келіп жатқан түрлі уақиға, түрлі жағдайларға адам денесінің адаптация болуы деп айтылады. Яғни түрлі нәрселерге адамның денесінде неше түрлі гормондар өзгеріп, соған эмоция қолданғанның себебінен гормондары, басқасы, ойы шашырап, тіпті ол нәрселер денсаулығына әсер етеді. Бір мысалына айта кетейінші, жай ғана. Кеше өткенде бір отырыста Ризабек Қажекеңмен бір жиында отырмыз. Сол жерде Резекең айтып қояды. Бір бүйректегі қанға зәр өтіп кетеді ғой. Соны жуатын орталықпен бір адаммен сөйлесіп отырмын дейді да. Диализ деп атайды оны. Сол жерде отырсам, соны сөйлестім дейді, сол кісімен бір жиында болып қалдым дейді. Сонда әлгі кісіден сұрадым дейді. Бұл диализ деген не, бұл қандай болып жатыр деп енді мамандығы болғасын сұрасам, ол кісі айтты дейді. Молдеке, ұстаз жылдан жылға бүйрек ауру көбейіп баратыр деп айтты дейді. Неғып десем, оны қандай дәлел, не қаяқтан біліп жатсың десем, мен өзім көріп отырмын дейді. Мен кішкентай осындай қалада тұрам. Маған бұрын күніге 18 адам келетін, қазір сол 30-32 адамға шейін көбейіп кетті дейді. Бүйрек жудыратын адамдар. Ойлаңыз, қанын жудыратын адамдар. Сонда сол нәрсе қатты ой салды дейді. Тағы бір отырысымда кәдімгі уролог дейміз ғой, бүйрек маманымен сөйлестім дейді. Соған тура ана нәрсем есіме түсіп кетіп сұрақ қойдым дейді. Осы бүйректің адамдар енді диализге көп барып жатыр екен, көп бұзылып жатыр, сен қалай дейсің? Ол рас деді дейді. Бұған не себеп деп едім? Ең үлкен себептер, оның себебі көп, бірақ ең үлкенін айтшы десем, ол екеу деді дейді. Бірінші, қазіргі жастардың көпшілігінің ішіп жатқан энергетик сусындар деді дейді. Энергетик сусындар бүйректің солуына, бүйректің қызметінің бұзылуына алып келеді деді. Оған себеп бар. Себебі, мысалы, адам сол энергетик сусын ішкесін, ол энергиясын жұмсап үлгеруі керек. Яғни бір арнайы спортқа, қатты ауыр физикалық жұмысқа жұмсамай, адам көлік айдайды. Немесе жай ғана жазуменен, интернет, телефон шығуменен айналысады, яғни организмде ол энергия қалады да. Оның себебінен қан қатты көтеріледі, адреналин бөлінеді бүйректен, бүйректің үстіндегі бүйрек үсті бездері бар. Сол бездер қатты адреналин бөліп қанға, оны адреналинді басу үшін кортизол бөлінеді. Бұның барлығы қан, жүрек ауруларына қайта-қайта шалдыққаннан бүйрек сол күштің бәрін ала беріп, ақыры сола бастайды. Өзінің күшін жоғалта бастайды. Пәлен пайыз ақыры жұмыс істеп, ақыры өзінің күшін жоғалтқаннан кейін оның жұмыс істеу пайызы өзінікі азая бастайды. Екінші себеп деді дейді әлгі дәрігер, стресс. Қазіргі жастарда стресс көп. Тақырыпқа қосып кететін шығармыз. Стресстің себептерінің біреуі мына жастарымыздың телефон шығуы. Тағы да бір мысал. Өткенде осы умраға бізбен бірге барып жүрген бір мобилограф жігіттің айтқаны. Мединадан Меккеге қарай сапар шектік дейді. Бір таксистке отырдым дейді. Сонда әлгі таксист, енді арамызда Мекке мен Мадинаның арасы 340-400 километр шамасында ғой, өзіңіз жүріп жүрсіз. Сонша километр, енді ол 4 сағат жүреді такси, қатты жүргеннің өзі. Болмаса кейде 6 сағатқа шейін жүресіз. 5-6 сағат, сол 5-6 сағат ойлаңызшы. Алдына телефонын қыстырып қойды да дейді, ана кісі қолы рөлде дейді. Тиктокты ашты да, тоқтамай 5 сағат бойы тикток көрді дейді. Ана кісі өзі рөлде, тағы тикток аударып баратыр дейді. Мен енді қорқып отырмын, жаным шүберекке түйіп дейді, мынау қазір өледі. Қазір бір нәрсеге соғысады деп. Бірақ сондай менің таң қалғаным, анау кісі 6 сағат, 5 сағат тикток көрді ғой дейді. Енді мен бұны мысалы нейрофизиологтардың мысалымен айтайыншы, ми мамандарының сөзімен айта қойайыншы. Ми зерттеуші ғалымдар айтады. Адамның миының ішінде
тіпті психотерапевт ғалымдар да айтады дәл осыны. Адамның миының ішінде адамның концентрациясын ұстайтын бірнеше нейрондардан құрылған жүйе бар. Бірнеше клеткалардан құрылған жүйе бар да, ол адамның ойын жинақ ұстап тұрады екен. Адамның ойын жиналуы 20 минутқа шейін болады екен. Сол үшін мектептерде сабақ соған бағытталған. 20 минут жаңа сабақ түсіндіреді, оға дейін журнал жазылады, 5 минут бір нәрсе, бәрі бөлінген да, жаңа сабақ 20 минутта түсіндіріп болу керек. 20 минуттан кейін адам ойы кетіп қалады екен. Бірақ сол 20 минут тоқтамай оған бір ғана пән, бір ғана нәрсе түсіндірілу керек. Сонда ол адамды дамытады екен. Сол үшін мектептегі бағдарламалар адамның миын дамытуға арналған, көпшілігі да. Бірақ қазіргі жастарымыз мынау әсіресе сондай қысқа видеолар тамашалау, инстаграмдағы 1 минуттық видеолар, тиктоктағы секундтық видеолар барған сайын қысқарып бара жатыр. Одан да қысқарып бара жатыр. Сол видеолар адамға зияндығын да тигізеді екен. Зияндығы сонда адамның ойын жинайтын бөлім іске қосылып, қайттан полноценно дейді ғой, тәртіппенен өшіп үлгермейді екен. Соның себебінен адамның ой жинау әдісі азаяды да, себептен ол бір пікірді алып кете алмай қалады. Ойлау тежеледі. Ал ми қызметі біздің Қазақстанның дамуына керек шығар жастарымыздың. Бізден инженер шықса дейміз, тіпті космос мамандары шықса дейміз, не деген үлкен технологтар шықса дейміз. Бұның барлығы ғылым білім. Ал ғылым білім мынандай кетуімізде дамымайды. Бұл нәрсе адамға өзі білмейді әлгі адам, бірақ стресс береді. Стресстің тағы бір білінбейтін түрі бар екен. Ол адамның көзінің стресі. Жақында мен көзіме операция жасап келдім. Сол жерде зерттегенім, сол жерде бір кісілермен сөйлесіп білгенім, мынау телефондағы нәрселер. Адамның, оны да қысқа айтып кетейін. Біздің көріп атқан телефонымыз, мынау қалта телефондарымыз, негізі адамға 60 герц жақсы екен. Бірақ оның егер видеомен түсірсеңіз байқайсыз ғой, ойнап тұрады. Ал қазіргі телефондар 120 герц, 120-дан да жоғары. Ол біздің көзімізге жұмсақ сияқты көрінеді. Трутон сияқты неше түрлі қазір бағдарламалар қосылған себебінен. Бірақ көз ғалымдар айтады мұны. Адамның көзі білмегенмен сол миға қатты әсер береді дейді. Ми арқылы көз тамырларына. Сол видео әсіресе кешке жақын автоматты түрде телефонның жарығы төмендегенде, ол жарық төмендемейді екен. Қалай жасалады технология дейді. Жарық сол күйінде қалады. Оның жыбырлағы азаяды, көбейеді екен. Бетін мерцание экраны дейді ғой. Экранның жабылып ашылуы көбейгеннен кейін бізге кешке жақын телефонымыз ашсаңыз қараңғылау болып көрінеді. Бірақ ол қараңғылау емес, оның жыбырлағы көбейеді. Соның себебінен кешке телефон шықсаңыз көзіңіз көбірек отырады. Және де көздің ми тамырлары қатты стресс алады. Соның себебінен тіпті кейде адамның көзінің тор қабаты, сетчатка дейміз, тор қабаты, ретина қабаты жыртылып кетеді. Жыртылып, кәдімгі адам соқырға айналады. Нормасынан көп жұмыс істейді. Қараңыз, стресс ол біз білінбейтін дәрежеде адам организміне да стресс беретін жағдайлар болады. Міне, адам өліп кетуі мүмкін ба дедіңіз ғой? Стресс себебінен адам денсаулығы қатты бұзылады. Ол бір, екіншіден адам өмірінің сапасы мүлде жоғалып кетеді. Сол үшін мысалы өліп кетуі мүмкін ба десеңіз, тіпті оған риторикалық деймін, философиялық жауап беруге болады. Адам осы өмірде егер хронический стресске ұшыраса, ол адам бұл өмірде ағаш сияқты өмір сүреді. Яғни тірі жүрген өсімдікті, ол тамағын дәм білмейді, өмірге мақсаты жоқ, оған ешкім керек жоқ, жанұя да керек жоқ, туысқан да керек жоқ, жұмыс. Әйтеуір бір өсімдікті ол. Стресс адамды сол күйге айналдырады да. Құдай бәріміз одан сақтасын, әрине. Енді стресстің өмірге, денсаулығымызға зиян жақтарын білдік. Жалпы осы стресстің денсаулыққа, өмірімізге пайдалы бір тұстары бар ма негізі? Негізі Алла Тағала осы өмірді жаратқанда сондай бір өмірдің ақиқаты бар.
бұл өмірдегі барлық нәрсе нейтралды дүние. Нейтралды дүние дегеніміз көпшілігі да бұны жамандыққа да жақсылыққа да жатқызуға болмайды. Мысалы күннің шыққаны, ол күн таңертең шыққанда жарқырап әдемі болып шыққанда бізге ұнау үшін шықпайды ол. Көп адам ойлайды, ой шіркін-ай, ана күннің әдемісін-ай дейді да, ол сізге жаққысы келіп тұрған жоқ, ол өзінің қызметі да ол. Ал енді бұлт жауып атса, ой мына күнді бұлт жауып қойды ғой. Бұлт ол сізге жамандық қылу үшін күннің бетін жаппайды. Ол өзінің қызметі. Ол нейтралды дүние да. Сіз оны қалай қабылдайсыз, солай болады. Мысалы біреу мүмкін күнді бұлт жапқанға қуанады. Ой шіркін-ай, күн шақырайып бара жатыр еді ғой, мен рахаттанып қалдым ғой дейді кейбіреу. А біреуге ол күн бұлт болды, енді мен денем қақсайтын болды, сынып қалған жерлерін дейді. Бірақ оның әсері адам қалай қабылдауында. Дәл сол сияқты стресс бұл адамға нейтралды дүние. Әлбетте өзінің шегінен шықса бұл зияны көп. Ал егер белгілі бір мөлшерде болса, расында да адамға пайда береді. Тіпті оның пайдалығы сонша, Құран-ы Кәрімде Алла Тағала кейбір кемшіліктерді стресспен емдейтінін айтады ғой. Яғни бір нәрсені адамды стресспен емдейді. Біздің қазақта стресспен емдеген білесіздер ма? Біздегі ұшықтау деген нәрсе бар. Халықта. Бір адам асқазанында асқазаны суықтау себебінен немесе астың ішке барғанда дұрыс қорытыла алмай қалу себептерінен, тағы да басқа себептерден адамда өзіне жақпас тамақ, немесе бір иісі нашар тамақ, бір жиіркеніп қалды, бір ерекше ыстық нәрсеге суық жеп қойды, суық нәрсеге ыстық жеп қойғанда асқазан бірден флорасы ішіндегі бұзылады, ішіндегі дүниесі әлемі астан кестең болады. Дәл сол кезде Қазекең, дана Қазекең әдемі қылып емдейді оны. Алады да ана кісіге мұздай суды шарт еткізіп себеді, адам денесі бір сілкінеді, стресс қой. Бір сілкінеді, басына сепкен судағы кесесін айналдырып жібереді да, апамыз теріс қарап тарс қойып қояды да, ой ұшқан сумен желмен кет, аққан сумен кет, болды кете бер бала дейді. Анау кісі шауып кетеді. Негізі бұл жай ғана дүние емес, бұны халқымыз баяғыда сезген. Стресс бұл шынымен ақ адамға кейде мотивация үшін керек. Өйткені бұл өмірде егер жалпы тек философия емес, бұл өмірдің жалпы дін жағынан да, бүкіл әлем жағынан қарасаңыз, қозғағыш екі ғана күш бар. Оны бүкіл дінде қолданады, бүкіл психологияда, бүкіл әлемде қолданады. Екі күш бар, бәрін қолданатын. Біреу махаббат, біреу қорқыныш. Анау таяқ пен пряник дейді ғой. Дәл осы екі нәрсе шынайы энергияның күші. Біз дінде де сөйтеді ғой. Махаббатқа айтады, пайғамбарды жақсы көр, Алланы жақсы көр, жәннатқа кір деп махаббат туралы айтады. Дозақтан қорқ, азаптан қорқ, Алланың қаһарынан қорқ деп таяқты айтады. Яғни осы екі нәрсенің арасында адамды тәрбиелейді, рухани. Дәл сол сияқты барлық тәрбие жұмысы да осы бағытта бағытталған. Бүкіл психологияда осыны айтады. Адамға мотивацияның өзі психологияда, жалпы бәрін алсаңыз, мотивацияның өзін сұрастырғанда, бір түбін зерттесеңіз, екі-ақ түрлі мотивация бар. Орыс тілінде айтқанда мотивация от, мотивация до дейді. Яғни бір нәрседен қашу, немесе бір нәрсеге жету. Адам бір нәрсеге қызықса жетеді екен, немесе адам бір нәрседен қорықса одан кетеді екен да. Сол үшін одан басқа адамды қозғауға күш жоқ. Дәл сол сияқты, стресс адамды қозғауға күш ол. Ол сол мотивация от дейді, бір нәрседен қашу үшін адамға стресс беріледі. Тарс еткізіп стресс беріледі, адам сілкінеді. Сол кезде сол нәрсеге тезірек үйренсе екен, есін жинаса екен. Өйткені бүкіл жаңалық, барлық жаңа жағдайлар, барлығы стресс алып келеді адамға. Осы стресстің себебінен адам жаңа адаптация, жаңа нейрондар қызметі ашылады. Ол миға өте пайдалы екен стресс. Сол стресстің себебінен анау мидың баяғы қатып қалған байланыстары бір сілкінеді екен да, жаңа мидың байланысы ашылады екен. Сол үшін айтады, миың қартаймасын десең, қартайсаң да жаңа білім ізденіп, жаңа нәрсе жатта дейді. Ең қарапайым жолы өлең жаттау. Жасыңыз 60-ға 70-ге келсе десе, жаңадан өлең жаттаңыз. Құран жаттаңыз, Құран аяттарын.
дұға жаттаңыз, өзге тілде, мысалы араб тілінде дұға айтыңыз. Бұның барлығы сіздің миыңызда жаңа нейрондар қалыптастырады, мидың ескірмеуін, жаңа қан тамырларын пайда қылады, жаңа қан клеткаларын жаңартады. Бұның барлығы сізді жасартады. Сондықтан стресс адамды белгілі бір мөлшерде денсаулығын реттеп, өмірін тәртіптеп, тіпті керек болса жасартады. Керемет. Тағысыз мынандай адамдардан керемет сұрақтарды келіп жатырды. Бұрын стресс деген нәрсе жоқ еді ғой дейді да. Қазір неге стресс деген сөз көбейіп кетті дейді. Бірінші сұрағым осы, бұрында стресс болды ма адамдар? Ал қазіргі кезде не үшін сол адамдардың бәрі стрессте? Бұған себеп? Расында да енді бұның барлығы себебін ашып үлкен бағдарлама қоюға болады. Оны жан-жақты саламен талқылауға болады. Бірақ бүгін біз сол енді стресс проблема емес дегенде психологиялық бағытта алатын болсақ, біздің заманымызға сай бір жауап іздесек, қазіргі замандағы бұған бірінші орында себеп болған дүние бұл адамның артық информация, мынау артық технологияның алып келген стресс. Стресстің көпшілігі осы қазіргі әлеуметтік желілер, интернет, сол қазіргі адамдардың осы нәрселері адамға стресс алып келіп жатыр. Жоқ, сіз пробкада тұрғаннан ашуланбайсыз. Сіз сол пробкада тұрғанда сіздің сабырлығыңыз бұзылған себебінен ашуланасыз. Сол сабырлықты бұзатын нәрселер қазіргі информацияның аса керек емес информацияның көптігі. Өте көп өзіне керек емес адам хабарлар естеді. Сол хабарлар жинай береді. Интернетті шұқу арқылы миы толып қалады оның. Сөйтеді, оған миы жаңа әлемді зерттеуге, мына өзінің өмірін тыныстап, зерделеп көруге, бір жаңалық іздеуге, тіпті бір нәрсеге қарап тұрып, содан рахат алуды жоғалта бастайды. Энергия жетпей қалады. Күш жетпейді. Өйткені өзіңіз айтпақшы, рас, адамда 24 сағаттың ішінде бір белгілі бір ыдысқа құйылып берілген күш қуаты болса, сол күш қуатын алып қойды. Болмағыр ысырапшылдықтың себебінен. Ана біздің дініміз айтады ғой, сол үшін асыл дініміз. Иннал мубаддирин ихвану шаятин. Ысырап жасаушылар шайтанның бауырлары дейді. Расында да ысырапшылдық тек қана мал дүниеде болмайды, адам күш қуатында да болады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, қияметте адам баласы мынандай нәрселерден сұралады деп айтады. Соның біреуі өзінің жастық шағын қайда жұмсады, содан сұралады. Бұл деген сөз, жастық шақ деген мағынасы энергиясы, күш қуаты. Жастық күш қуатыңды қайда жұмсадың, содан сұралады дейді. Өміріңді қайда жұмсадың, содан сұралады. Тапқан малыңды қайда алып, қайда жұмсадың, содан сұралады дейді. Жасаған әрбір амалыңды не үшін жасадың, содан сұралады дейді. Мағынасы, біз бұның заманауи психологияға салсақ, адамның жасаған ісінде белгілі бір өзінің арманына жеткізетін, өмірге қойған мақсатына сай іс болу керек. Егер сіз мақсатсыз іс жасасаңыз, бір жұмыс жасасаңыз, ол мақсатсыз болғандығы үшін сізге ауырлық қылады, энергияңыз жейді, және сізге күйік алып келеді. Мысалы айтайық, кейбіреулер өзі жұмыс жасап жүр, бірақ ол жұмысы ұнамауы мүмкін. Немесе ұнамауы мүмкін дегенде оның ар жағында нюанстарын жарайды, кейін айтармыз. Бірақ өзінің өмірде орнын таба алмай, өзгенің арманымен өмір сүріп, өзгенің қалауымен өмір сүрген адам жасап атқан өмірін құнсыздайды. Сөйтеді де өзінің тұлғалық мен деген дүниесін жоғалтады. Соның себебінен стресске де түседі, өмірінде жоқ қылады. Ал пайғамбарымыз бұны әуел бастағы айтып кетіп қалды да, істеген ісің нақты болсын дейді. Яғни цель дейді ғой, адам алған мақсат қою керек екен, оны есептеу керек, оны жоспарлау керек екен. Екіншіден, өткізетін өмірің, жалпы өмірің, жастық шағың, күш қуатың, энергияң, бәрінен тапқан малың, яғни малдың да сұрауы бар. Оны айдаладан арам нәрседен алып, арам нәрсеге, болмайтын нәрсеге жұмсау емес, бәлки оны дұрыс жерден алып, дұрыс жерге жұмсау. Бұның барлығын біз дін жағынан да қарастырсақ, ұстаздарымыз, имамдарымыз мешітте айтып жатса, біз оны басқа жағынан айтар едік.
адам өмірін бай қылу үшін осы бір 4 нәрсе адамға маңызды екен. Бірақ соны адам дұрыс жасамаса, міндетті түрде стресске түседі. Өйткені дұрыс адаптация жасамады, өмірінің бағытын дұрыс таппады. Соның себебінен қазіргі дүниеде стресс болып жатыр. Ал осы стресстің жалпы алдын алуға бола ма? Әрине. Өйткені стресстің алдын алу туралы пайғамбарымызда, біздің осы қазақи дәстүрімізде, тіпті бабаларымызда, өзінің кітаптарында, біздің ырымдарымызда, қазақи ырымдарымызда басқаларда айтылып кетті. Біз осы стресс проблема емес курсында бұл мәселелерді міндетті түрде қозғаймыз. Пайғамбарымыздың мықты айтқан бірнеше тұжырымдары бар. Бірнеше сізбен бізге өмірге қойған сабақтары бар. Ол сабақтардың көпшілігі біздің алдымызда келе жатқан, немесе келмекші болып, болмақшы болып тұрған түрлі қиыншылықтар, түрлі өзгерістерді дұрыс қабылдауымызды, оған стресске түспей, қиыншылыққа түспей, тіпті қиыншылыққа түскеннің өзі сол қиыншылықты жеңіл еткізіп өткізуге әбден септігін тигізеді. Және де соған ұқсайтын бірнеше заманауи инструменттерді де айтамыз. Қорытып айтқым келген дүние, расында да біз стресстің алдын аламыз. Өйткені сіз өзіңіз ойлаңызшы, адамның өмірі стрессіз мүмкін емес болуы. Барлық жаңалық, барлық қимыл, барлық дүние, барлық даму стресстен тұрады. Ал енді сіз ойлаңызшы, кейбір стресстерді адам сезбейді ғой. Сіз өткізіп жіберіп жатсыз ғой оларды да. А кейбір нәрселер стресс ұстап қалып жатыр. Неге? Өйткені сіз анау стресстерді жеңуді үйреніп алғансыз. Оларды өткізуді сізде онда адаптация бар. Иә. Оны сіз ойыңызбен де, алатын әдетіңізбен де бәрін реттеп алғансыз. Ал бірақ жаңадан келген дүниелерге келген кезде сіз тосыласыз. Немесе кейбір нәрсеге келген кезінде адам соны жеңуді үйренбейді. Мысалы айтайық, біреу әнші болам дейді, немесе бір кісі елдің алдында сөз сөйлегім келем дейді. Бірақ сөйлейтін кезде адам тұрып қалады. Яғни ол бір жаңа жағдай ғой, енді халықтың алдына шығып қалды, стрессовый жағдай. Сол стресске ол кісі адаптация жасай алмады. Сенде аужап бас сөйлегенде сөз. Иә. Ал ол кісі оның себебін түсінбеді ғой. Ол егер оның себебін ашып түсінсе, және өзіне деген сенімділікті бір белгілі бір әдістермен пайда қылса, және де соны бірнеше рет өткізу арқылы тәжірибеден өткізсе, ол адам камераның алдына да ұялмайды. Ол адам халықтың алдында, мыңдаған адамдардың алдына шығып, Құран да оқиды, өлең де айтады, би де билейді. Бірақ сол нәрседен ол кісі өтуге жәрдем беретін арнайы құралдар бар. Машалла, ұстаз, Алла разы болсын. Негізі бұл сұрақтың жауабы анандай еді ғой. Оның жауабы не еді? Әрине шешуге болады, ол сабабына келгенде. Мен аямай тастадым да. Жарайды. Бұның негізі нақты жауабы, нең нақты жауабы қысқа әрі нұсқа, әрине шешім бар, оны сабаққа келіңіздер деп жауап беру керек. Ұстаз ақкөңіл екенсіз, бәрін айтып қояды кеші. Ну ладно. Ұстаз, енді қазір соңғы сұрақ, ең көп стресске түсудің себебі қазір елдің барлығында қарыз бар. Жаңағыдай кредит болсын, достарынан, туыстарынан алған қарыздар бар, жаңағыдай уже қайта мазалай беру, жаңағыдай қарызын уақытында қайтармауы, сөзінде тұрмауы, уже қарыз адамды өтірікші қылады дейді ғой. Вот сол қазір көптеген адамдарда кездеседі. Жалпы сол қарыздан стресске ары қарай батып кетпей, қарыздан қалай шығуға болады? Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам әсем бір сөзі бар. Қарыз күндіз қорлық, түнде ұйқысыздық деген сөзі бар екен. Расында да түнде ұйқың келмейді, қайдан табам деп, күндіз ана кісінің көзіне түспей қойсам екен деген қорлықпен өтесін. Жаңа бір телефонның дір ете қалса, яғни алып ассалаумағалейкум деп бірден андай ойланбай телефон көтере салмайсың. Кім екен деп қарайсың, ойланасың, оның дауысын өшіресің, немесе енді ол стресс қой енді кәдімгідей. Рас, қарыз бұл стресске себеп болатын
үлкен қазіргі заманда үлкен ірі факторлардың бірі. Біз былай қылайық онда. Осы стресс проблема емес бағдарламасында арнайы бонус ретінде осыған бір сабақ арнаймын. Оның қозғайтын тақырыбым стресс және қарыз. Осы жолда қалай қарыздан құтылу жолдары, стрессіз. Немесе стресс беріп жатқанда соны бірге көтере отыра қалай жоспарлау деген сияқты әсем нақты инструменттер берем. Соның ішінде енді орыс тілінде былай айтқанда проработка долгов дейді ғой, или долговых обязанностей дейді. Адам өзінің қарыздарын қалай дұрыс тәртіптеп, реттеп өмірінің сапасын жоғалтпайды. Осыған арнайы сабақ берейік. Ал енді бірақ жай ғана тыңдарманға не ретінде айтып кетейін, жеңілдік ретінде айтып кететінім, қарыздан құтылудың жолдары өте көп. Ең қарапайым жолдарының бірі жоспарлау қаражатты. Егер сізде анық қаражаттыңыз болса, дүниеңіздің бәрін есептейсіз де, түсімді көресіз, мысалы бір қандай да бір айлық алып жатсыз, бір жұмыс жасап жатсыз, сол айлығыңызды дұрыс бағытта бөлу. Яғни өзіңіздің бірінші қатты қажеттіліктеріңізді реттейсіз да, артық қажеттіліктен нәрсені алып тастайсыз. Сөйтесіз де түскен қаражатты бөлесіз. Мынау қажеттілігімді жабады, мынау міндетті түрде қарызымды жабады деген сияқты бөлу. Оны үлкен осы психолог қазіргі осы ақша жөнінде, бизнес жөнінде үлкен мамандардың айтуынша 50%-ға бөлсе де болады, 50-50. Немесе ең жақсы әдісі 3-ке бөлсе болады түскен қаражатты. Біріншісі өзіңіз ішіп жейтіні, екінші өзіңізді сәл дамытатын дүниеңіз. Яғни мен қарызым бар екен, немесе мен бір сондай қиыншылыққа түсіп қалдым деп өзіңіздің кейбір мысалы кітап оқу, спортқа бару деген нәрсенің бәрін алып тастамай, мысалы балаңыз оқуға бару мүмкін, балаңыз бір домбыраға қатысқысы келетін шығар, күреске барғысы келетін шығар. Сондай кезде соның қаражатын қысып тастау емес, балам мен қарызымнан құтыламын, сен күресің жинастыр емес. Бәлки соғанда бір арнайы қаражат ажыратып, бір бөлігін міндетті түрде қарызға ажыратып отыру. Өйткені білесіздер, тама суда тасты теседі дейді. Сіз кішкентай жинап жатырмын деп есептемеңіз. Сол кішкентайдан беріп тұрсаңыз да, әлгі анау қарызыңызды алып жатқан адамның ашуын аздап болса да басасыз. Ол әдістерінің біреуі ғана. Ал енді ақша таппай жатсам, немесе ол ақшамды дұрыс бөлуім керек па, басқа деген сауалдар, оның бәрін біздің стресс проблема емес бағдарламасына қатысыңыз, көріңіз, одан да жүйелірек, мүмкін сіздің жағдайыңызға сай жауаптар табарсыз деген ойдамын. Ал құрметті көрермендер, біздің ұстазымызбен болған керемет подкастымыз өзінің аяғына жетті. Ұстазға тек алғыс айтамыз. Ұстаз, дами беріңіз. Сіздің осы курсыңызды оқып, жалпы көптеген адамдардың стресстен шығуына себепкер болуыңызды тілейміз. Онда рахмет тыңдағандарыңызға. Осы кішкентай бағдарламамыз сіздерге ой салды деген ниеттеміз. Бізбен бірге болыңыздар.